Насаат Кейджи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Пайғамбару саллаллаху алейхи уассалам әл-джаннату тахта ақдамил уммахат. 5 енелердің қадамының астында дейді. 5 енелердің қадамының астында дейді. Аллах табарак ва таала енелерімізге ұзын өмірлер берсін, денсаулық берсін, өткендеріне өз рахматын алсын. Ал-умму мадрасатун иза салухат салухатул мужтама. Ене бұл мектеп, ене бұл университет. Ене деген мектеп оңолса, қауым оңолады. Урматты мұсылман бір туғаным, егер тарихқа мындай көңіл бұрсақ, әр бір ұлудың, әр бір қиындың артында бір аял бар. Абу Ханифа рахматуллахи біз Ханафи мазхабтабыз. Көңіл бұр. Абу Ханифа рахматуллахидің бүгін жер шарының 3-тен 1-і Ханафи мазхабты қармашады. Абу Ханифаның Абу Ханифа болуысына қандай ененің тәсірі бар? Абу Ханифаның атасы Сәбит, өзінің аты Нуъман. Сәбиттің баласы Нуъман. Ата Сәбит күндердің бірінде арықта ағып келген алман алаттағын жарымын жегеннен кейін алманың қожайыны разы болбоса Аллах Тааланың астында қандай жауап берем деп жарымында тоқтатып алма бақтың ішіне іздеп кірсе алма баққа іштеген адам тұрады. Мен о түшкен арықта ағып келген алманың жарымын жеп қойдым дейді. Разылық сұрайын дедім дейді. Десе қожайын бұл жерде емес, қожайын башқа жерде дейді. Сәбит қожайынды іздеп бір қанша алысқа барып қожайынды тауып бақтың иесіге келіп кешіресіз, палан жерде сіздің бағыңыз бар екен, бақтан түшкен алманы мен қоқыс жарымын жегеннен кейін Алладан қорқып сізден разылық сұрайын дедім. Ақыретте ұшы біреудің ақын жебейін дедім. Ақыретте қантып жауап берем деп қорқып сізге разылық сұрағаны келдім дейді. Баланың қандай тақвадар біреудің ақыдан қорққан, біреудің ақын жебеген, керек болса жарты алманы да біреудің ақын жебеген адамды көреді да, жаңағы алма бақтың иесі, алма бақтың иесі, мен сені бір шартпенен кешірем дейді. Менің қызыма үйленесің дейді. Бұл бақтылы болмақ екен. Алманың жарын жері алып қызға жеттім дейді. Мақұл, егер сіздің разылығыңыз ошо қызыңызды алуға болса, мен ақыретке бенден ақын қалдырбай үйленейін десе, бірақ дейді, қызымның кейбір айыптары бар дейді. Кемшілігі бар дейді. Емне кемшілік десе, менің қызым көрбейді дейді. Көзі көрбейді, құлағы ұқпайды, тілі сөйлебейді, бұттары баспайды дейді. Кім бұға үйленеді? Көзі көрбеген, құлағы ұқпаған, көзі көрбеген, тілі сөйлебеген, бұты баспаған қызға кім үйленеді? Айласы жоқ, ақыретте мені Аллах Тааланың астында жауап бергеннен көрі үйленейін дейді да, уақыттар өтіп, күндер өткеннен үйленіп. Үйленіп, баяғы қызға үйленген кечесі кірсе, көздері көрген, құлағы ұққан, тілі сөйлеген, татынақай бір тақвадар, жүзінден иман нұры келген бір аял. Чөчіп кетіп, атаң сені көрбейді деді дейді. Атам көрбейді дегені, мен көзімде ешқашан Аллах Тааласы тыю салған арам нәрсеге қараған емеспін дейді. Құлағы ұқпайды дегені, мен ешқашан Алланың ғазабы қары келген тыю салынған нәрсені ұққан емеспін дейді. Тілім менен Аллах Тааланың ғазабы қары келген ғибат, ушақ, жаман сөз сөйлеген емеспін, қарғыс сөйлеген емеспін. Бұтым менен Аллах наразы болған жолға басқан емеспін дейді. Ушул Сәбит үйленген аялдан Нуъман төреді. Нуъман бұл Абу Ханифа рахматуллахи біздің жол басшымыз. Ененің жаңағында тақвасынан бала келіп шығып атады. Екінші мазхаб Абу Ханифа 80-ші жыл төрелген хижратта. 93-ші жылы төрелген Имам Малик рахматуллахи. Имам Маликтің енесі Малик бір күн үйленем деп дайым үміт қылады екен, беттері қызарған апа бақай бір қызға үйленсем деп. Бірақ атасы паланчыны алып береміз дейді да, жуучу болып алып беріп қояды. Бірақ қыз менен үйленгенге чейин жолықпайды. Үйленген қызына
үйгө кирсе кара төрү шоколадный исибет экен. Капа болуп кичине көөнү ооруйт. Бир аз жашагандан кийин атам мен айткан аппак кызды алып бербестен кара төрөгө үйлөнтүп койду дейт дагы. Тижарат кылып, соода кылып Шам мамлекеттерине кетип калат. Анчамча келип кайра bir gün Şam'dan kelse 9 yaş 8 yaş balagatka жетип жетпеген кичинекей бала Madinada meccitte sabak aytып oturат hadisten. Бирок бул sabak aytып турсун. Дагы 8 жыл аркы кайталы 9 жыл. Үйлөнгөн кечеси кирип кара тору кызга көңүлү жакпастан капа болуп турганын көргөн кезде бая кара тору кыз мындай дейт. Asa en takru şey'en ve huve hayrul lakum. Balkim sizler kebir nerseni jaktırbaysыңар, anda sizler üçün köp jakşı nersesi boluşu mümkün. Asa en takru şey'en ve yec'alullahu fihi hayran kesira. Balkim sizler kebir nerseni jaktırbasaңар, oşa sizlerge jakpagan nersenin içinde Allah köptөгөн jakşılık berekeni berip koyusu mümkün degen ayatты okuyt. Ayal. Kelse bayağı balanın hadis aytkanıga ilimine taң kalgan Anas Malik'tin atası, Hazreti İmam Malik'tin atası. Sabak bütkönden keyin bul balanın артынан erçip keledi. Kelse özünün үйüne kiredi. Balan aytat, üç kere kirgin dagın, üydögü apaң ayt, sırtta bir erkek üyge kirүүгө ruhsat surap atatdı. Kim dese, asa en takru şey'en ve huve hayrul lakum. Balkim sizlerge jakpagan nersede körөөк жакшыраак нерселер бар деген аятты окугун дейт. Кирип ата сыртта бир ушундай энесиге айтканда атаң кирсин дейт. Бул жерде да эненин имандуу. Üçüncü mazhab ээси İmam Şafii rahmetullahi. İmam Şafii rahmetullahi 3 yaşında atası kaza bolot. Jetim. İmam Şafii Gazza, Palestina'da төрөлөt. 3 yaş kalgan jetimdi enesi tarbiya kılıp biraz çoğaygonda Makka Mukarramaga alıp gelip 7 yaşta Kur'an'dı jattap bitöt. Mekke'de Arap dil taza süylöөнө başkana öte ilim beret. Bugün dünyada İmam Şafii rahmetullahi tanımagan adam yok. Allah tebarek ve taala uşunday jetim ene hiç kaçan balasının alkımıdan bir aram tamak berbestен, çeke terimeni adal tarbiya kılgan enenin balası Allah Teala uşunday zeyin beret, her bir kitapta al bir karaganda jattap alçı beken. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. İmam Şafii'nin enesini kim tanıydı? Enesinin adını kim bilet? Abu Hanifa'nın enesinin adını kim bilet? Atasını Sabit dedik. İmam Malik'in atasını Anas dedik. İmam Şafii'nin atası İdris, Muhammed İbni İdris. Muhammed İdris'in balası. Ahmed İbni Hanbel. 4. mazhab ээси köptөгөн mamleketler uşunu karmagan Hanbel mazhabı, Hanbali mazhabı Ahmed İbni Hanbel. Bunun enesi Ahmed İbni Hanbel atasından 2 yaşta jetim kalat. Biroq janagı ene balanı daim ilimge, Kur'an'a 7-8 yaşka jetmesinden Kur'an'dı jattap bitöt. Bugün dünya yüzünde Ahmed İbni Hanbal'dı tanımagan hiç kim yok. Musulman bardığı 4 mazhabtın başçılarını bilet. Biroq Ahmed İbni Hanbal'ın enesinin adını kim bilet? Hiç kim bilbeyt. Safiye, Şeybaniye. Şeybani ruhsudan bulgan Safiye. Biroq aytayın degen masele. Aslında tiyakta oturgan eceler, karındaşlar, eneler kanday ululardı tarbiya kılуу silerdin boynunarda eken. Bugün Hanafi mazhabtagı her bir Abu Hanifa'nın fatvası menen жүрgön adamdardın soğu Abu Hanifa'nı tarbiya kılgan enesine jetet. Bugün Şafii mazhabtagı anın pikirlerini algan insanlar amal kılgandardın soğu bari İmam Şafii'nin enesine jetet. Ahmed İbni Hanbal'dın mazhabıdagı insanlardın amaldары soğuptoru İmam Ahmad'ın enesi Safiye'ga jetet. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, eceler, karındaşlar, sizler uşunday ululardı tarbiya kılууга bir Allah mümkünçülük bergen eken. Mana bizde 15 günden beri hatım okup otabız. Күнүгө 2 paradan. 300 para keremetli Kur'an'ın başına ayağına çeyin bir yerde ıhı dep bir lukma alıp koybogon. Mana İbrahim Karı'da 3 yaş kezde jetim kalgan. Bunun da артында
Balam деп еркелетпестен, менің жанымда отыр, сағынам деместен, илим оқығын, Құран оқығын деп бір тәрбие қылған ене бар. Аллах Тағала енесіне ден соолук uzun өмір берсін. Өткен атасыны жаннаттан орын берсін. Урматтуу мұсылман бір туған. Бүгін кереметтүү Құран майрамы. Бүгін Құран хатым болып жатады. Имра салиха тақия. Дағы бір тақвадар, Құдайдан қорққан аялдың оқиясын айтып берейін. Афифа, намыстуу, мухибба лил хайр, жақсылықты сүйген. Дайым ешігі Құран үшін ашық екен. 24 saat ешігін ашып қойып, 6 баланы тәрбие қылған ене Құрандан сабақ береткен. Құранға қызмат қылады екен. 6 бала күндерінің бірінде қатты ауырып қалды. Оруын да айтпастан дағы илимде улантты. Өмір жолдашына барып, дарыланып, больницада дарыгерлер қандай ауырып екенін айтқан кезде ешкімге айтпастан, менің миымде рак бар екен башқа девестен, же ауруымын девестен, илим менен Құран менен дағы қызмат қыла берді. Бір күн қатты ауырған кезде докторханаға жатып қалды. 3-4 күннен кейін комаға түшті. Балдары келіп қарайды, өмір жолдашы қарайды. 5 күннен кейін қайра көзін ашты дейді. Жатқан жерінде тақвадар, Құдайдан қорққан аял көзін ашты дағын. Балдарым даратқа су бер деді. Дарат алды. Дарат алғаннан 2 рекет намаз оқыды. Намаз оқығаннан кейін қиқырып шақырып баштады. Шақырғанда паланчының атасы күйеусіні шақырған жоқ. 6 баласының атын айтып шақырған жоқ. Бұл аял көзін ашып 2 рекет намаз оқығаннан кейін, Бақара сүресі оң жағыма кел. Али Имран сүресі сол жағымда ке. Ниса сүресі жоғарымда тұр. Құрандағы 114 сүрені шақырды қиқырып. Шақырғаннан кейін, Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулаллах деп тұрып, аманат жанын берді Аллах Тағалаға. Жаназа оқылды, ақырғы сапарға ұзатылды. 3 күннен кейін ұстазанның ең алдыңғы Құранды жаттаған шагирттерінен бірөөсі түш көрді. Түшінде апапақай киген нұрду бір жерде жүреді. Эже, ұстазым, қайдасыз? Біз сізді сағындық деді. Мен сізді сағындым. Талабаларыңыз, оқушыларыңыз сағынды. Сіз қайдасыз деген кезде жаңағы аял Құранда бұл аятты оқыды. Түшті. Иннал муттақина фи джаннати ва нахар. Иннал муттақина Алладан қорққан тақвадарлар фи джаннатин бейште ва нахар астыларынан дария аққан жердемін деді. Фи мақади сидқин инда маликин муқтадир. Фи мақади сидқ чынығы болған отырғыш. Ешкім талаш албай тұрған. Бұл дүниедегі сенің отырғышын креслоң түбелікті емес. Ордыңа башқалар келеді, біреу тартып алады. Фи мақади сидқин, бұл жерде бүгін мен ордыма башқалар келеді. Бірақ фи мақади сидқ чынығы мақад отыра тұрған жер бейіштегі сенің ордың. Аны ешкім талашып. Фи мақади сидқин инда маликин муқтадир, құдіреттүү падишанын астындамын деді. Бейіште астынан дариялар аққан, ешкім талаш алып еткен чынығы орындамын. Фатақул ұқт, жаңағы шагирти, оқушысы, қайтып сені жаныңа жетемін. Қанткенде сіздің жаныңызға барауыз. Сіздің даражаңызға шығалауыз деген кезде, менің ордыма келіш, менің жаныма келу 2 жол менен болады деді. Біріншісі, кереметтүү Құран-ы Кәрімді жаттайсың, Құранға амал қыласың. Пайғамбардың мінезі адеп ақлақы Құран еді. Кәна хулуқул Құран. Пайғамбардың адеп ақлақы Құран еді. Құранды жаттап қойып емес, бұға амал қылу. Менің даражама жету үшін Құранды жаттап амал қыласың, ау қиямил лейл, же түнгі намазыңды таштабайсың. Қиямил лейл деген мана, азыр кебірлер телевизордың жанында пультмен отырады. Ал каналдан бұл канал. Кебірлер отырады соцсеттерде. Қиямил лейл деген ушул кечки намазда. Түнгі намаз, урматтуу мусулман бир туган. Бұл болған екінші оқия. Кереметтүү Құранға болған оқияларды айтып, урматтуу мусулман бир туган. Египетте 65 жашында болған ақсақалдың жүректен операция болған кезде врач айтады. Валлахи, биллахи, таллахи, 3 түрді қасам бар. Аллаға қасам ичем, ант ичемін дейді. Операцияға келген 60-тан өтіп қалған ақсақал, балам дарыгерден сұрады дейді. Операция қанша саат болады? Ата 4 саат, кейде 6 саатқа уланып қалады дедім дейді. Ата
Operatsiya 4 saattан 6 saatқа чейин болот десем, жанагы аксакал ыйлады дейт. Siz Kur'an'da jattаған hafiz bolsoңуз, qari bolsoңуз, Allah'ın takdiri bari Allah'ın kolunda. Operatsiyadan korkup ыйлап жатасыз desem, "Жоқ балам, мен operatsiyadan korkup ыйлаган жокмун" dedi. Эмнеден ыйлайсың? Men күнүмдүк Kur'an окуй турган 6 saatım ketip калат экен. Allah'a kasam içe men ar 3 günde bir Kur'an'ды толук хатым кылып турам dedi deydi. 3 günde bir Kur'an'ды толук окуп турам. Eğer men 6 saat operatsiyada bolsam, 6 saatlik Kur'an'ım okulbay kalab balam dedi deydi. Boptur, narkoz bergiçeler mağa biraz vakit bergile dedi deydi. Men andan keyin operatsiyam var deydi. Narkozdu bergende Kur'an'da okup başladı deydi. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Narkoz tasir kıldı. Biroq biz operatsiyani başladık. Allah'a kasam içem dedi vraç etim. Vallahi billahi tallah 5 saat operatsiya oğuzu toktobustun Kur'an okup turdu deydi. Narkozdun tasiri de bolgon kezdе de tili Kur'an'dan toktogon jok deydi. Hurmatlı musulman bir tuğanım, biz Kur'an'a mamilemiz kanday? Akırkı jolu Kur'an'ды kaçan okup çıktınız? Rabbim Allah, Peygamber Muhammed, dinim İslam deybiz. Kur'an jönünde malumatımız var mı? Kur'an kanday ulu kitap? Hurmatlı musulman bir tuğanım, jürek soğup durat, operatsiya bolup atat. Dinimizde mınday deydi. Men aşa ala şeyin mat aleyh. Kim kaysı jolda jaşasa, oşol jolda ölet. Kumarbaz kumarda ölet. Alkaş araktın ardından ölet. Namaz okugan adam, meçitти жақсы көрген адам meçitте каза болот. İman jolunda жүрген адам iman менен ölet. Ve men mat ala şeyin bu'is aleyh. Kim kaysı jolda ölse, oşol jolda tirilet. Ölgen akbalında kayra tirilesin. Hurmatlı musulman bir tuğanım, her bir adam jaşagan jolunda ölüp, ölgen jolunda kayra tirilet deydi. El mu'min ala iman, imandu imanı menen tirilet. Eki cüzdü bolup tirilet. Cabir'den Allah Teala razı olsun. Sami'tu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimde deydi. Yub'asu kullu abdin ala ma mat aleyh. Sahih Müslim'de sahih gelen hadis, yub'asu kullu abdin, her bir banda kıyamatta tirilet ala ma mat aleyhi, kant ölgen bolsa şonday tirilet. Hacda Allahümme lebbeyk lebbeyk Allahümme lebbeyk talbiye aytıp жүрген ölgen adam kıyamatta talbiye menen tirilet. Namazda can bergen adam sacdada rüküde kandayım olgan bolsaң, oşonda tirilet deydi. El kalbu melik ve lehu junud. Jürek bul padişah. Jürek emne eken? Anın askerleri var. Feiza saluhal melik saluhal junudu. Eğer padişah olgun jürek olsa, anın askerleri bar olot. Ve in fesedel melik fesedel junudu. Eğer padişah olgun bolsa, padişah buzuk bolsa, anın askerleri de buzuk bolot. Hurmatlı musulman bir, bul jürek bizdi en jogorga kötörüsü mümkün, je en tereң dozoga düşürüsü mümkün. Abu Süleyman rahmetullahi aleyhi aytat, el-khasir, en dünyadan utkuzgan adam, men abda lin-nasi salih a'malih. Adamlarga jakşı amalın körsetip, el körsün, koca körsün. Orusça pakazuha kılgan adam, elge jakşı jagын körsetet dagın, Allah Taala menen jalgız kalgan kezde en jaman amaldарын körsetet. Jalgız kalgan kezde, jaman kılık joruklar menen, aram işler menen bendeden uyalat. Bendege kelgen kezde o maşallah namazında jakşı, ibadatında jakşı. Jalgız kalgan kezinde hayvan jasabagan işni jasayt. Nu'man ibn Bashir radıyallahu ta'ala anhum deydi. Ala ve inne fil jasad mudgha. Köngül burgula adamdın denesinde bir tişlem et var. İza saluhal jasad kullu. Oşa bir tişlem et oңolsa bardık dene oңolot. Ve iza fasadal jasad kullu. Oşa bir tişlem et buzulsa bardık dene buzulat. Ala ve hiyel kalb. Köngül burgula al jürek deydi. Jüregіңіздің дойлы урматты мұсылман бір туғаным. Жүрегің тазауы, таза емесі білін келеуі. Жүрегіңді издеп көр қайсы жерде. Утлуб қалбака фи саласа маватин. Жүрегіңді 3 мекенде издеп көр. Senin жүрегің жақ,
Бүгін кейбірлерім дейді да, дамыла дейді, біз намаз оқыбайыз дейді. Бірақ главный монет таза болсолды дейді. Менің монағым таза дейді. Банкада бал болса, сыртқа балдың дамы шығады да, балдың жіті шығады. Банканың ішінде уксус болса, сыртқа ешқашан бал шықпайды. Сен ошағың өлген. Ошағың таза емес үшін ошондойсың. Урматтуу мусулман бир тууган, жүрөктү не кылат экенбиз? 3 жерден утулуп калбека фи саласа маватин, жүрөгүңдү 3 жерде текшерип көрчү. Инда симаил Кур'ан. Биринчи, Кур'ан уккан кезиңде жүрөгүң титирейби? Музыканы укканда таза кыймылдап кетесиң го. Мен кейде ушу бийлегенди карап туруп айтам да, бул жинди эле дей. Настоящий документи жок жинди. Мындай карасаң, шайтан кылбаган кыймылдарды кылат да, карап туруп, бул эмнеге мындай кыймылдайт экен дейсиң да. Мындай бар тамаша кылгыла да, бийлеп жатканда карасаң, жиндилердин түрү да көп да. Кейде караган чоң бир чоң эне болгон энелер, башкалар. Мен карап туруп элестетким. Көргөнсүңөр да? Жерге жыгала калат, тура калат, башка кыла калат. Бир жин эле да, ана эмне дейсиң? Эми Кур'ан окуганда сага кандай таасир берет? Жүрөгүңдү 3 жерде издеп көр. Биринчи, Кур'ан уккан кезде, ва фи маджалис зикр. Экинчи, Алланы зикир кылган, хадис айткан, маселе болгон жерде. Азыр дуа болот дедиле, хатим Кур'анга кеп калсак таза узартты да, бул токтотпойбу экен деп отурасың да. Алланы зикир кылган жердечи. Менин ордунда бир бийчи болгондо, жыгырчы болгондо берилип алып күйөрман болот. Бар эмес кебирлер. Бирок Алланын зикри болгон жерде, Кур'ан, хадис айтылган жерде жүрөгүң кандай? Эс алабы же кысыласыңбы? Ва фи ауқатил халва. Үчүнчү, жүрөгүңдү текшере турган нерсе, жалгыз калган кезиңде. Бөлмөдө эч ким жок, пардалар жабык, капкараңгы. Жаман сайтта отурасыңбы? Же жаман каналдарды көрүп отурасыңбы? Кечинде таксиде өзүң жалгызсың. Машинеңде караңгыда жалгызсың. Жүрөгүңдү 3 жерде издеп көр. Анан бил да, сенин биягың тазабы же каягың таза экенин. Сен ошол жериң өлгөн. Мен силерде айткан жокмун, урматтуу мусулман бир тууган. Сөз ээсин табат, ошондойлор бар. Majlis zikr. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنها لا قلب لك. Эгер жанагы жогоруда айтылган Кур'ан окулган жерде, Кур'ан уккан жерде, зикир болгон жерде жалгыз калганыңда жүрөгүң сени жакшылыкка буйрубаса, жакшылыкка үндөспө, Аллах Тааладан жүрөк сура, сенин жүрөгүң жок. Сенин ошагың таза эмес. Аллах Тааладан таза жүрөк сурагын. فالويل لمن لم يقرأ القرآن. Ахвалы вай болсын. Кимде ким Кур'ан окубаса, лам ятадаббар Кур'ан, Кур'анга көңүл бурбаса, лам яфамил Кур'ан, Кур'анды түшүнбөсө, урматтуу мусулман бир тууганым, ла хасада илля фиснейн. Эки нерседе белый зависть деп коет. Кызгануу бар экен. Кызгануудун да жолу болот. Кызгануу, мисалы, кул аузу би раббил фалак мин шарри, кул аузу би раббил фалак. Кандай дагы? Ва мин шарри гасиқин иза вақаб, ва мин шарри хасидин иза хасад. Кызганган, качан кызгануудан чектен өтсө, шонун сакта дейт. Кызгануу бар деле бар. Бирок кызгануу чектен өтүп кетет. Чектен өткөндө кандай? Машалла, бирөөдүн уyu бар, 40 литр сүт берет. Карап, менин да уюм ушундай болсо дейсиң, бул кызганасың, кичинекей болосун. Бирок чектен чыккан кандай болот? Ошонун уюну өлтүрүп сагың келет. У берип койгуң келет. Бирөөсү кошнанын уюна раса кызганат экен да. Бир эле жерден чөп жейт, бир эле жайлоого барат. Кечинде келгенде кошнаныкы 40 литр сүт берет, меники 8 литр да бербейт. Эмне кыларын билбейт экен. Айылда бир көзү менен ата турган стрелок бар экен. Көзү тие турган стрелок. Келиптир дагы айтыптыр, шу кошнанын уюну бир талкалап өлтүрүп берсең, мана $100 сеники дептир. 6 секунд дептир. Бер. Бирок дептир, мен дептир,
насияга ештебейм, нақ бересің дептір. Алдын төлейсің дептір. Анан кечінде уйлар таладан келе жатқан кезде, ма уй деп көрсетіп қойсаңlar, бір қараштан атам дептір. Анан кечінде асырдан кейін уйлар таладан келе жатқанда, келеле кел дептір, анан $100 қолына қарматтыр. 100 чондойға салып, анан стрелок. Қана десе, айылдың о четінде кіріп келе жатқан кезде, тігі дарақтың жанындағы ала уй дептір, ала қашқа уйышы. Бұл стрелоктың көзі алысты жақсы көрмейді кенді. Қана десе, тігі дарақтың жанында десе, о, сенің көзің бар екен де, ошоны көріп отасың деп өзін атып салып тұр. Баткенше, көзім бар екен да деп тұр. Сен соны көріп отасың деп тұр. Ошо дарақтың жанында ала қашқаны көріп отасың. Көзің бар екен да десе, баяғы өзі түп өліп қалды байқұш. Бірақ қызғанып екі нәрсеге қызғанса болады екен. Биринчиси, ла хазар илля фи снейн, ражулун атаху Аллаху малан фахуа юнфиқу минху ана ал-лейли ва ана ан-нахар. Аллах Таала бирөөгө байлык берген. Ал кече күндүз көпүрө салат, жол оңдойт, кайрымдуулукка, жетим жесирге берет, мечит салат, мектеп салат. Аллах Таала берген байлыгын кече күндүз кайрымдуулук иштерге аткарат экен. Карап туруп мүнтүп кызганасың. Атып салбайсың да. Не дейсің? Аллахым мага да ушундай байлык бергенде, мен да ушул сыяктуу элиме, жериме, диниме кызмат кылып кече күндүз кайрымдуулук кылсам дейсің. Бу биринчи кызгана турган нерсе экен. Экинчи кызгана турган нерсе, ва ражулун атаху Аллахул Кур'ана. Экинчи, Аллах Таала Кур'ан берген адам. Кур'анды жаттаган. Фа хуа якуму бихи ана ал-лейли ва ана ан-нахар. Ал кече күндүз Кур'ан окуйт. Хатымдарда турат. Кур'анды окуганда машалла. Сиз айтасыз, Аллахым мага да ушундай Кур'ан бергенде, мен да жаттаганымда, мен да ушинтип ибадат кылганымда, же болбосом, иншалла менин да перзентим, менин да неберем ушундай каары болсо. Жараткан Аллах табарак ва таала баарыңарды Кур'анга амал кылуу насип этсин. Бүгүн хатым Кур'ан болуп жаткан кезде, хатым Кур'анга катышкан инсандарга бир сүйүнчүлөр күнүгө айтып келип жатам. Кээ-бирлер бүгүн келип калды, аларга да кулагына кулак сырга болсун. Kur'an-ı Kerim'de okuyan kezde her bir tamgasına 10 soğuk. Bismillahirrahmanirrahim 19 tamga 190 soğuk olasın. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Bismillahirrahmanirrahim. 190 soğuk eye oldunuz bir ok. Cemaat men aytılgan kezde 27'ge köbeytesin. Ramazan ayında anı 70'ge köbeytesin. Oşança soğuk eye oldular. Emi çıkarıp ala verirler. Kalkülatör karmak. Fatiha suresini hazır biz menen Kuptanın farzından başlayıp vitirge çeyini okuyan adam 29 yolu Fatiha okuyuz. Kança okuydu ekemiz? Fatiha suresi 118 tamgadan turadi. 118'di 10'ga koysan 1180 soğup Allahu Akbar. 1180 soğup bir gana Fatiha'ga. Peygamber ayeti ikra'ul Kur'ana fe innehu ya'ti yevmel kıyame şefi'an li ashabi. Kur'an okugula Kur'an kıyamatta okuyan adamdı şafaatçıga gelir. Kıyamatta senin dosun jardan beri albaydı. Advokatın jardan beri albaydı. Telakranidin jardan beri albaydı. Udasteverenin jardan beri albaydı. Oturgan çoğun kreslon jardan beri albaydı. Kaysi etajda otursan da. Kur'an kıyamatta senin kolda için Kur'an boladı eken. Oroza boladı eken hurmatlı Müslüman bir tuğanım. İnna Allah yarfa bihâzel Kur'an akvamen. Allah bil Kur'an men bir kovumdu kötürет. Ve yada'la akharin kebir buğa amal kılmaganlar da Allah tömen kıladı. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, jaratkan Allah Teala bugünkü ilk Ramazan ayında, Kur'an ayında okuyan Kur'anlarımızdı Allah Teala kabul kılsın. Emi Kur'an'da okudu karan. Sizler oku atasıdır ha? Ukkandarga Peygamber an Katada. Bugün hatmi Kur'an'a geldiler. Katada degen sahaba aytadi. Kana Anas ibn Malik. Peygamberga 10 yıl hizmet kılgan Anas ibn Malik iza khatamel Kur'an kaçan Kur'an'dı toluk bütürse cema ahlahu uy bilösün çakıratılı. Jakındarını çakıratılı. Biz siyaktı mana tuğandar mekendeşler geldi. Ve da'a dua kılatılı. Ahmed ibn Hanbal özünün kitabında Abu Hurayra'dan Allah Teala razı olsun. Fe inne men istema ila ayetin min kitabillah. Kim Kur'an'dan bir ayet tuğsa. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Uktuğunuza.
Kataballahu lahu hasana mudaafa, bir sawabtu 10 есе kılıp yazat deydi. Allah uqqanğa ve men tala kanat lahu nuran yawmal qiyamah, alem uqqan adamga kıyamatta al jolunu jarık kıla turgan nur bolot deydi. Eğer bir ayat uqa turgan uşunça sawab bolsa, emelestetip görüň, 300 parak 600 bet Kur'an'ды толық оқып атабыз. Allah Tebaraka ve Teala бұл сауаптарды барыбызға насип етсін. Ақырқы сөз. Мұны ұққансыңар ма? İlac bisima'il Kur'an. Kur'an ұғу менен дарылану деген неме бар. Бүгін әр түрді дарыларды іздейсің, башқа қыласың. Kur'an ұғып дарылану деген неме бар екен. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah aytат, Kur'an'ды biz imandууларга şifa üçün düşürdük deydi. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, imandууларга rahmat üçün düşürdük deydi. Бұл Kur'an ne eken? Şifa. Бүгін кішіне орып қалсақ, аптекадан аптека врач іздейбіз. Kur'an ұғып дарылану деген урматтуу мусулман бир тууганым, бүгін компьютерда же болбосо мына соткаң ардыга вирус кирип кетсе, антивирус менен тазалайсың ара. Бизге өтө вирус кирип кеткен. Ал вирустарды біз Құран ұғып тазалайбыз. Бұға бір мисал, жаңағы мен айтқан имам Шафи рахматуллахи алейх, Құранды болсын, қандай кітап болсын, бір қарағанда жаттайды екен да, бір бетін бекітіп оқиды екен. Емне үшін десе, екі жаққа болса аралаштырып жаттап алып екен. Bir күн зейіні, естітімі біраз начарлайды дағын, ұстазы Ваки'a деген. Ұстазы кім екен? Ваки'ға арызданып келеді. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي فقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعبده العاصي. Ustazım Vaki'ga arızdanıp geldim, zeynim naçarladı deyip jattay albay kaldım dedi. فأرشدني إلى ترك المعاصي. Ustazım günöden alыс bol dedi. Bul ilim Allah'ın nuru, Allah nurunu günöker bendege berveyt dedi deydi. İmam Şafi ne günö kılıptır bilesinger mi? İmam Şafi günah kılgan емес. Bir gün Egipet'te bunday darat alıp atsa, canıdan kızıl aşıqdan жоғары tizesinden astı biraz körüngen bir ayal ötüp ketkenin şoğa көз düşüp kaldı. Oşo bir ayaldın, çoçun bir ayaldın kızıl aşıqdan жоғары. Mini yupkada емес. Biraz kızıl aşıqdan жоғарысы bir körünüp kalganda көz bir düşüyle kayralgan. Naşarlar. Eğer bir kızıl aşıqa көзді düşкен İmam Şafi'nin zeyni oşonday naçarlagan bolsa, sen emnelerdi qarap atasın? Kebirler живой eme da uzi. İçki aparatlarga çıkaraydı. Anan jattay albayım deydi. Damla deydi, şu kul huvallahu ahad hattayam jattay albayım da deydi. Virus kirip ketkende sen antivirus menen Kur'an uqtağı tazalаны. Kur'an'ды көп uqsaң, men bunu aytudan burada urmatlı musulman bir tuğan Egipet'te 210 adamga 17 yaştan 40 yaşka çeyin, kaç yaştan? 17 yaştan 40 yaşka çeyin 210 adamdı Kur'an uğu menen darılaptır. Tekşerip. 79% janag tekşerip. 79%'ının immunitet 100%'dan жоғары көтеріліп кетті. 17 yaştan 40 yaşka çeyinki bolğon 210 adamdın 79%, 80%. Emi bir damla 21% ne olduysa, ol balkim dağı Kur'an'da alıp köz alаңdap жүрse керек da. Hazır köz immunitet yok. Alergiya olup otam, başka olup otam, arzu bakan nersi korup kalası, turabı? Kegile hurmatı musulman bir tuğan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Maşinede жүргөндө Kur'an oku, үйde okuğanda oku. Бүгін Құдайыма шүгір, үйіңде соткаң бар, үйіңде интернетің бар. Kur'an desең, саға қырғызчасы да чыгат, орысчасы да чыгат, арабчасы да чыгат. Жоқ, мен бұларды түшінбейді екенмін десең, бүгін барды құтырмалары бар. Абдурахман Сүдейсін үй жақпай жатады десең, Миншау бар, Миншау жақпай десең, Махир бар, Махир жақпай десең, Абдулбасит бар, бардығы бар, турау жоқ па? Қалағаңды қоя. Hurmatlı musulman bir tuğanım, Allah Tebaraka ve Teala bizden Ramazan ayının 12 ayının sultanı bolğonun sebebi Ramazan ayının içinde Kadir tün var. Kadir tündün 1000 ayga teң kelgenliğinin sebebi Kadir tündün içinde Kur'an düşkön için.
Бирок бүгүн тилекке каршы биз Курандан алыстап кеттик. Үйдө Куран окулбайт. Үйгө барса Европанын башканын музыкасын коюп алган, үйдө бактылуулук жок, сый-урмат жок, иман жок, башка жок, азан айтылбаса, андан кийин ким эле болсо дамыла жин окуганды билесизби дейт. Жок, мен билбейм. Сага сенден артык эч ким күйбөйт. Өзүңнөн артык эч ким күйбөйт. Сен өзүңдү сактап жүр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кечинде жатаарда Фатиха, Кул аузу бираббил фалак, Кул аузу бираббин нас окуп туруп, колуга дем салып, бардык денесиге сүртүп жатат эле. А сен жатканда сайтта отуруп уктап каласың. Анан жин тийме эмне тиет сага? Дагы жинди тергеп коет, баягы жин сени эмне, кайның беле? 3 тамга деп коет. Жин эле деп айтып аны. Аллах Таала Куранда жин сүрөсүндө жинди жин деген таза тергеп, дамла 3 тамга кирип кеткен окшойт деп коет. 3 тамга менен көп нерсени тергейсиңер го. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahim.